Республикалық референдум күні түске дейін Алматы облысында 24 сәби дүниеге келді. Оның 13-і ұл, 11-і қыз. Облыс бүгінде туу көрсеткіші жоғары аймақтардың бірі саналады. Жыл басынан бері өңірде 2900-ден астам бала дүниеге келді. Жалпы жыл сайын облыста шамамен 30 мыңға жуық сәби өмір есігін ашады. Туу көрсеткіші бойынша Қарасай ауданы көш бастап тұр. Қазіргі таңда жүкті әйелдер мен босанған аналарға 13 денсаулық сақтау ұйымы медициналық көмек көрсетеді. Есік қаласында ашылған перзентхана ана мен бала денсаулығы заманауи медициналық құралдармен толық жабдықталды. Ал Қаскелен қаласындағы 200 төсек орындық жаңа перинаталдық орталықтың құрылысын бастау жоспарланып отыр. Дети – это будущее нашей нации. Балалар ұлтымыздың жарқын болашағы. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығын нығайтып, оны сақтауға бар күш-жігерімізді салудамыз. Бүгін референдум күні дүниеге сәби әкелген аналарды осындай айтулы әрі тарихи күнмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, саулық тілейміз. Еліміз өркендеп, мемлекетіміздің болашағы жарқын болсын.